Өткенде осында бір түрік ағайындармен қонақта болдым. Сонда дастарханның басында отырып, енді оқыған көзі ашық адамдар қайдағы менен жайдағын айтады. Bir кезде кезек маған келіп айтады: қиссашы қазақ, осылай отырасың ба, сенде бір әңгіме айт дейді маған. Содан айттым: о, аркадашым дедім, мына жеп отырған тамағың не дедім? Күріш деді. Оның не қасиеті бар? Бұның бір Түркияда қасиетті ас ауқат санала ма бұл күріш дедім. Құдайдың жаратқан тамағының бәрі қасиетті деді ол айтты. Сосын айттым: аркадаш, жерден қайыры бар дегендей, бір тамақтың, бір ас ауқаттың да бір-бірінен өзінің бір артықшылығы, киесі, қасиеті болады. Егер бәрін Құдай жаратқан дей беретін болсаң, онда мына наркотик жасайтын шөптің бәрі соның құрамына кіріп кетеді. Содан аузы ашылды да қалды, айтты: ал қазағым, енді сен айт, бұл күріштің не қасиеті бар екен деді. Содан мына Сияр Шәріп деген кітаптан бір қисса айтып бердім оған, мына күріштің жаралуы туралы жайында. Баяғыда деді, мына Ухуд соғысында пайғамбарымыз мына дұшпандарымен бетпе-бет келіп, екі жақ бір-біріне осы сойыл сілтеп, осы найза қадап, қылышпен осы сермесіп екі жақ осы шайқасады ғой. Сол кезде дейді, бір мықты біреу бар екен, дұшпандар тарапында бір ауыр осы семсерді сілтеген кезінде пайғамбардың мына дулғасын жанынан кеп ұрды дейді, бір тісін сындырып жіберді дейді. Содан енді олар пайғамбар өлді деп ойлайды, жеңді дейді, тағына ары қарап шегініп кетеді. Бұлар жағы таудың төбесіне қарап, жағы шегініп төбеге шығып кетеді ғой енді. Содан соғыс бітті болады, олар жеңдік дейді, бұлар үйлеріне қайтады Мединаға. Сонда таудан түсіп келе жатқанда сахабасы дейді, пайғамбарымыздың сынған бір тісін тауып алды да ойлады дейді: бұл анау мынау емес, пайғамбардың тісі ғой, бұны аяқ астына қорлап бұлай тастап қойғаным жарамас деп қалтасына салып алды дейді, шүберекке түйіп. Содан үйіне келгеннен кейін әйеліне көрсетті дейді: қатын осындай мүбәрактың тісін алып келіп отырмын, бұны не істеу керек деп. Содан енді қапияда қатын ақыл табады деген әйелі айтты дейді: бұны адамның аяғы баспайтын жерге бұлай бір қастерлеп, арулап көміп қойып, пайғамбардың тісі ғой деп. Соған ар ойланып, бер ойланып, енді адамның аяғы баспайтын жер осы үйдің іші ғой, енді осы үйдің ішінде дәретпен жүреміз деп пайғамбардың тісін алды да анандай үйдің бұрышына апарып көміп қойды дейді. Арада 10 күн өткен жоқ, сол жерден бір жайқалып өсімдік шықты дейді. Содан бұлар таң қалады: о, Құдайдың құдіреті, бұнысы несі тағы? Содан жүгіріп пайғамбардың үйіне барады: я Расулалла, осылай үйде бір мұғжиза болып жатыр, тез жетіңіз. Содан пайғамбар айтқанды екет бит келеді, қарайды, қараса күріш өсіп тұр екен дейді. Сонда пайғамбар отырып айтты дейді: бұл Құдайдың мейірім шапағаты ғой. Менің тісімді қорламайын деп, оны сендердің еккен ниеттеріңе мына жерден Құдай осындай күріш деген мынандай бір тағам өсіріп шығарды. Сосын бұған енді біз Құран оқиық деп отыр, Ясин оқыды дейді. Содан бастап қазақта күрішті аяқ асты қорламаңдар, итке бұны тастамаңдар. Бұда пайғамбардың тісінен жаратылған, бұның құрамында Ясиннің қуаты бар деген әңгіме қалып дейді. Сол жерден ана олай дейтін себебі пайғамбар отырып тағыны Құраннан Ясин сүресін дауыстап, мәнерлеп, қирағаттап оқыды дейді. Содан бастап күрішті қорламаңдар деген әңгіме шықты дейді. Мына біздің Қазақстанның анау Қызылорда жағына өңіріне барсаңыз, әліге дейін осы күріштен жасалған тағамның атылғандарын итке бермейді, адам аяқ баспайтын жерге апарып көміп тастайды деп осы қиссаны айтып бердім ғой. Ой, Алла деді, осыншама жағы жасымызға келіп, осыншама кітап ақтарып, осыншама көзіміз ашылып деген кезде мынандай шырынды қиссаны бірінші рет естіп отырмыз. Рахмет, айналып кетейін қиссашы қазақ деп арқамыздан қағып осы құрметтеп шығарып салды. Енді анығын Алла біледі әрине бұның бәрін. Енді ескілерде жеткен, көнекөз қария қазақтардан жеткен әңгіме, енді кейінгі жастар әйтеуір алдыңғы ағалар бізге ғибратты әңгіме тастамады деп ренжімесін деп аз кем осы жерде бір қисса айтып отырған бетіміз.